Саламатсыз ба? Крипторхизмді массажбен емдесе бола ма? Неге осындай проблемалар көбейіп кетті қазір? Деген сұрақтар келген екен. Крипторхизм деген ол жұмыртқаның аталық безінің төменге түспей қалуы. Оны массажбен емдеуге болмайды. Себебі массажбен емдеген кезде, массажбен түсірген кезде ол жұмыртқа травмироваться етіледі. Ол жұмыртқа ертең қызмет жасайды, оның ішінде сперматогенез және гормондар түзілу керек. Сол үшін жұмыртқаны массажбен түсіруге болмайды. Ложный крипторхизм деген нәрсе барды. Ложный крипторхизм деген бала туған кезде жұмыртқа орнына түседі. Бірақ мынау паховый каналдағы тесік жабылмай қалады да, жұмыртқа жоғары төмен көтеріліп тұрады. Ол кезде біз қадағалап отыру керекпіз. Жұмыртқа жоғарыға көтеріліп кетіп, кей кезде болады, сол жерде қалып қоюы мүмкін, сол жақта өсіп төмен қарай түспей қалуы мүмкін. Оны қадағалап, айына бір рет, аптасына бір рет ата-анасы тексеріп отыру керек, жұмыртқасы орнында тұрма деген сияқты. Бізде оны жұмыртқасы түсті деп оны ұмытып кетеді. Сосын 1 жыл, 5 жылдан кейін қараған кезде жұмыртқасы жоғары жақта қалып қояды. Сосын таңғалып жатады, жұмыртқасы бұрын орнында еді ғой, түсіп тұрған сияқты еді ғой деген сияқты. Ол жұмыртқа просто жоғарыға көтеріліп кетті де, сол жақта өсті де, сол жақта қалып қойды. Енді тағы бір ата-аналар көп сұрақтар қойып жатады. Неге біреуге барсақ операция жасау керек дейді, біреуге барсақ жоқ, керек жоқ, күтеміз деп айтады дейді. Себебі бұл жұмыртқаны толық нақты шешім қабылдау өте қиын. Егер жұмыртқа туылған кезде мүлдем түспеген болса, жоғары жақта орналасқан болса, 1,5-2 жасқа дейін ол жұмыртқаға операция жасау керек. Ал егер жұмыртқа жаңағындай ложный крипторхизм деген түсіп, қайтадан көтеріліп кетіп отыратын болса, оны біз наблюдать етсек болады. Бірақ қаншалықты наблюдать етеміз? Ол да жұмыртқаның дамуына байланысты. Егер жұмыртқа түсіп көтеріліп тұрған кезде екеуі бірдей дамып жатса, жасына сай дамып келе жатқан болса, онда оны күтсек болады. Егер ол жұмыртқа жоғары көтеріліп төмен түсіп жатқан кезде біреуінен қалып келе жатса, жасына сай дамымай жатса, онда оны операция жасап, орнына түсіріп қою керек болады. Егер ақпарат пайдалы болған болса, лайк басып, келесі жолы қандай видеолар көргілеріңіз келетінін комментарийға жазып кетсеңіздер, сол видеоларды айтатын боламыз.